Қайырлы күн, құрметті достар, жағдайларыңыз қалай? Естеріңізде болса, біз алдыңғы сабақта біз present simple'ды өткен болатынбыз. Present simple дегеніміз осы жақ болатын. Яғни мысалы I work десе мен жұмыс жасаймын, мен жұмыс жасамаймын десе I don't work, сен жұмыс жасайсың ба десе do you work. Енді түсінікті болар, иә? Енді естеріңізде болса, өткен сабақта біз сұрақ қоюды да үйренген болатынбыз, бірақ біз үйренген сұрақ қоюдың түрі я немесе жоқ дегенге ғана жауап беретін. Ол қалай? Ол былай. Мысалы, do you work десе, сен жұмыс жасайсың ба? Yes, I do. No, I don't. Бірақ сен қайда жұмыс жасайсың? Сен кім болып жұмыс жасайсың деген сұрақтарды біз үйренген жоқпыз. Бүгінгі үйренетін дүниеміз негізгі, яғни арнайы сұрақтарды қалай қою. Қайда өмір сүресің? Кім болып жұмыс жасайсың? Немесе қай уақытта жұмыс жасайсың деген сияқты арнайы сұрақтарды үйренеміз. Ол үшін ағылшын тілінде мындай бір ереже бар. Question бірінші тұрады, сұрақ. Мына көріп тұрсыздар, сұрақ. Одан кейін auxiliary тұрады, auxiliary. Одан кейін subject тұрады, subject. Одан кейін infinitive тұрады. Ол дегеніміз не? Бірінші тұрған question дегеніміз сұрақ. Яғни where, when, who, why, what kind of something деген сияқты дүниелер, иә? Енді одан кейін auxiliary дегеніміз өздеріңіз білетін do немесе does. Auxiliary дегеніміз do немесе does. Subject дегеніміз өздеріңіз білесіздер, ол subject pronoun болуы мүмкін, мысалы I, you деген сияқты, мен, сен, ол немесе адам аттары. Мынау соңғысы болса infinitive, бұл етістіктің бастапқы формасы. Мысалы, ол дегеніміз не? Мысалы play, work деген сияқты кез келген етістік. Яғни бастапқы формасы ing жалғанбаған, ed жалғанбаған түрі. Енді бұл қалай жасалады? Енді көрейік. Мысалы былай. Бірінші бізде question болады. Question, мысалы, алайық, what-ты ала салайық. What. Екінші auxiliary болу, do немесе does. Do-ды қойып көрейік. Одан кейін не болу керек? Subject болу керек. I ма, you-ды ала салайық. What do you? Мысалы, одан кейін етістік керек, do дегенді қоя салайық. Сонда what do you do деген сен кім болып жұмыс жасайсың деген сұрақ шықты. Естеріңізде болсын, what do you do дегенде, мысалы, I do бір нәрседе жауап бермейді, мамандықпен жауап беріледі. Мысалы, I'm a teacher деген сияқты, иә? Мысалы, бұл what do you do деген, чем ты занимаешься деген кезде, олардың жауап беретін дүниесі, мен мындай болып жұмыс жасаймын дегеннен гөрі мамандығын айта салады. Яғни, қандай жұмыс, мысалы, policeman ба, немесе teacher ма деген сияқты. Енді одан кейін тағы бір көрейік. Мысалы, where дегенді алып көрейік. Бірінші сұрақ болу керек. Қайда дегенді алып көрейік. Where. Мысалы, do демес, бұл жол does-ды алып көрейік. Does болған соң одан кейінгі тұратын he немесе she болу керек, it болу керек. Where does he live талайық. Live. Сонда ол қайда өмір сүреді деген сұрақ пайда болды. Яғни ағылшын тілінде сұрақ қою кәдімгі формуламен жүретін дүние. Ол үшін не болады? Бірінші question болады. Мысалы, question'ды көрейік тағы. Мысалы, when деген когда деген, қашан деген, немесе қай уақытта деген. When, мысалы, when do they come? Олар қай уақытта келіп жүр мағынасында. When do they come? Мысалы, сен қай уақытта оянып жүрсің дегенді қойғыңыз келсе, бірінші сұрақ алдынан шығады. Қай уақытта деген when'ді қоямыз алдына. Сен болған үшін ол мына жерде you болу керек. You-дің сұрағы do болады. When do you, мысалы, wake up? When do you wake up? Сен қай уақытта оянып жүрсің деген сұрақ пайда болады. Достар, түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сұрақтарға арнайы тоқтала кетейін, сіздерге түсінікті болсын. Мысалы былай. Болады. Мысалы былай. Кеттік. What дегеніміз ағылшын тілінде не? Who дегеніміз кім? Where деген қайда деген? When деген қай кезде деген? Мысалы, why деген не үшін деген? Мысалы, which десе который дейді, орыс тілінде екі нәрсенің қайсысы дегені мағынада. Which do you prefer? Мысалы, black one or red one? Яғни қызылын таңдайсың ба, қарасын таңдайсың ба деген сияқты. Which деген яғни екі нәрсенің таңдап отырған кезде қолданылады. Және де бір одан кейінгі сұрақтың түрі саналатын дүние болатын болса, оған how
мысалы саналатын болса how many болады. Саналмайтын нәрсе болатын болса how much болады. How much. Және бір арнайы сұрақтың түрі, бір нәрсенің түрін сұрайтын болсаң, мысалы фильмнің қандай жанры ұнайды деген сияқты түрлерін сұрайтын болсаңыз, ол кезде what kind of мысалы films деп қоямыз. What kind of films. Бірақ бұл жерге кез келген books те қоюға болады, music қоюға болады, бәрін қоюға болады. What kind of films? Одан кейін не тұратын еді? Auxiliary тұрады. Do you watch? Фильмнің қандай түрлерін көресің деген мағынада. Достар, сұрақ болса қоямыз. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Яғни бүгінгі өткен дүниеміз QuASI. Бірінші сұрақ қою үшін question болу керек. Естеріңізде болсын. Question болады. Одан кейін сұрақ қоятын болсақ, міне бірінші question тұрады. Сұрақ қоятын болсақ, міне. Одан кейін auxiliary тұрады, яғни do does. Одан кейін subject тұрады, одан кейін етістік тұрады, infinitive тұрады. Мына сабақ өтудің түрі ұнаса айтыңыздар, маған бір қызық болып тұр. Қалай ыңғайлы, сол вариантын таңдайық. Назар аударғандарыңызға рахмет.